Адамды сенім жеңеді. Айдана, өмірге құштар, арманға сенген, үмітпен өмір сүрген жас қыз еді. Ауылдың кішкентай ғана үйінде ата-анасының ақ батасын алып, қалаға үлкен үмітпен оқуға аттанды. Ақ халатты дәрігер болу оның бала кезден бергі арманы болатын. Университетте үздік оқыды, адамдарға көмектесуді жаны қалады. Алайда үлкен қалада жалғыздықпен күресу оңай емес еді. Күндердің бір күнінде университетте қатар оқитын құрбысы Лаура оған: "Мен бір керемет көріпкел апайды білем, болашағыңды дәл айтады. Мені шетелге оқуға барасың деп бір жыл бұрын айтып еді. Айтқанындай болды" деді. Айдана күлді. Оған сенетіндер бар ма не, шын ба? Сенде бар шығар, ештеңең кетпейді, кім біледі, бәлкім өмірің күрт өзгереді, деді Лаура көзін жыпылықтатып. Көңіліңдегі күдікке қарамастан Айдана көріпкелге барды. Үй қараңғылау, шырақтың жарығы ғана жанып тұр. Қабырғада белгісіз шүберектер, иіс шығып тұр. "Қош келдің қызым", деді көріпкел. "Сенің жүзің жарқырап тұр, бірақ жолың жабық. Өзің байқамайтын бір қарғыс жүр. Жақын арада өміріңде үлкен сынақ болады. Егер биылғы күзге дейін шетелге кетпесең, қайғыға ұшырайсың. Арманың орындалмайды." Айдана қалшылдап кетті. Ол сөзіне сенгісі келмесе де жүрегіне үрей кіріп кетті. Қарғыс, жол жабық, қайғы, бұл сөздер мида жаңғырып жүрді. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Оқу қызықсыз бола бастады, көп нәрседен шошитын болды. Ақылға салып ойлау емес, көріпкелдің сөзіне сену басты шешімге айналды. Тіпті ата-анасының кеңесіне де қарсы тұрды. "Анашым, әке, мен шетелге кетем. Бұл менің болашағым", деді. "Қызым, оқуыңды бітір де шетелге сосын барасың. Қазір барсаң оқуыңды тастайсың, ертең өкініп қаласың", деді анасы жылап. Бірақ Айдана өз айтқанынан қайтпады. 2 айда бір құжаттарын жинап, Түркияға тіл үйрену курсына кетті. Бұл елде ешкімі жоқ еді. Тек бір интернет арқылы таныс болған қыздың көмегіне сенді. Алғашында бәрі жақсы көрінді. Ыстық күндер, жаңа таныстар, жаңа орта. Бірақ 3 айдан соң ақша таусылды. Құжаттық қиындықтар басталды. Тіл курсы да тоқтап қалды. Таныс қыз хабарсыз кетті. Жатақханадан шығарып жіберді. Айдана арзан кафелерде ыдыс жуып күнін әрең көрді. Бір күні кешқұрым жұмысынан қайтып келе жатып, бөтен ер адам жолын кесті. Айғай шықты. Айдана өз-өзін қорғап үлгерді. Бірақ сол күні бір жақ қолынан қатты жарақат алып, есінен танып ауруханаға түсті. Сол жерде 3 апта жатты. Мейірбикелердің бірі оған көмек қолын созып қамқор болды. Сол мейірбике қазақ қызы екен. Естіген әңгімесі бойынша Айдананың оқиғасына жаны ашыды. "Сен ең үлкен қателігің көріпкелдің сөзіне сеніп, өміріңді солай бағыттағаның. Сен өмірді өз қолыңмен қиып тұрсың қызым", деді ол. Айдана көзіне жас алып ойланып қалды. Осы уақытқа дейін ол көріпкелдің айтқандарын тағдыр деп қабылдаған. Бірақ енді ғана шындыққа көзі жетті. Ол өмірінің тізгінін өз еркімен көріпкелдің қолына беріп қойған еді. Айдана елге оралған соң ауылына баруға батылы жетпеді. Қаланың шетінде бір бөлмелі жалдамалы пәтерге орналасты. Қалтада тиын тебен, жүректе өкініш, ойда мың сұрақ. Ол енді бұрынғы қыз емес. Өмір оны іштен де сырттан да езгілеп кеткен. Медбике болып кішігірім жекеменшік клиникаға орналасты. Жалақы аз, бірақ адамдармен жұмыс істеу жүрегін қайта жылытты. Түнгі кезекшілік, жан сақтау бөлімдегі арпалыс, шала туған сәбилердің шарасыз тынысы. Мұның бәрі Айданаға қайта өмірдің мәнін ұғындырды. Бір күні кезекті науқасты қабылдау бөлмесінде күтім жасап отырғанда, жас жігіт жедел жәрдеммен түсті. Қатты жарақат алған. Қасында полиция қызметкерлері. Жігіт жол апатына түскен. Бірақ ішімдік жоқ. Кінәлі екінші жүргізуші екен. Айдана оған қамқорлықпен қарады. Жігіт есін жиғанда алғаш көргені Айдананың шаршаған, бірақ мейірімді жүзі болды. "Сіз періште емессіз бе?" деді әлгі жігіт күлкісімен. "Жоқ, періште болу үшін адам баласы тым көп қателеседі", деді Айдана терең күрсініп.
Жігіттің аты Аян. Ол шетелде білім алған, IT саласында жұмыс істейтін, бірақ туған жерге оралып, ауылдарға интернет тарту жобасын іске асыруға келген екен. Екеуі көп ұзамай жақын араласа бастады. Аян сабырлы, ойлы, салмақты жігіт еді. Ол Айдананың жүрегіндегі жараны бірден байқап, ешбір сұрақ қоймай, жай ғана жанында болуды жөн көрді. Бірақ Айдананың өткен өмірі оны оңай жібере қоймады. Бір күні кешкісін ол WhatsApp-қа бейтаныс нөмерден хабарлама алды. Сен бізге қарыз болып кеттің, Түркияда сені орналастырған едік. Ақшаны төлемесең ата-анаңа барамыз. Бұл бұрын Түркияда танысқан, бір кезде қамқор болып көмектескен бейтаныс қыздың сыбайластары еді. Айдана сол кезде олардың оны заңсыз жұмысқа итермелек болғанын түсінбей қалған. Бірақ жолы болып ауруханаға түсіп қашып құтылған. Қорқыныш қайта оралды. Ол Аянға ештеңе айтпады. Барлық жалақысын жинап, олар айтқан соманы төлеуге тырысты. Бірақ қоқан-лоққы жалғасты. Айдана қайтадан түнде ұйықтай алмайтын күйге түсті. Аян оны байқағанымен себеп сұрамады. Бір күні Айдана жұмыстан шыққанда артынан күмәнді көлік аңдып жүргенін байқады. Үйіне жетіп үлгеріп ішке тығылды. Қолдары дірілдеп, полиция шақырмақ болды, бірақ бәрі менің кінәмнен. Мен сол көріпкелдің сөзіне сенбегенде бұлай болмас еді. Кешкісін Аян келді. Үнсіз, сабырмен Айданаға қарап. Не болғанын айт, мен тыңдауға дайынмын. Бірақ сен жалғыз емессің. Айдана бәрін айтты. Түркияда қалай алданып қалғанын, көріпкелдің сөзіне еріп, өмірінің тізгінін кім көрінгенге бергенін, тіпті осы уақытқа дейін өзінің кім екенін ұмыта жаздағанын. Аян үнсіз тыңдады. Сосын: бұл сенің әлсіздігің емес, бұл сенің өмірлік сабағың. Бірақ енді саған шынайы сенуге болатын адам керек. Көріпкел емес, қорқыныш емес, өмір емес, өзің. Сен өзіңе сенуді үйренбесең, ешкім саған көмектесе алмайды. Сол түні Айдана алғаш рет терең ұйықтады. Аян заңгер таныстары арқылы Түркиядағы топты анықтап, олай жайлы Интерполға арыз берді. Айдана қорғануға мәжбүр емес екенін, енді шабуылға шығу керек екенін түсінді. Көп ұзамай сол көріпкелдердің үйі полиция тарапынан тексеріліп, алданған жастардың арызы негізінде жабылды. Айдана да солардың қатарында болды. Ол өз өмірінің иесі екенін енді ұқты. Аянмен бірге жаңа бастама бастады. Алданған жастарға психологиялық және заң көмегін көрсететін қайырымдылық қорын ашты. Сол қорға келген әрбір жасқа Айдана бір ғана сөз айтатын: адамды сенім жеңеді. Бірақ ол сенім өзіңе, өз жүрегіңе болсын. Ешқашан қорқынышқа сеніп шешім қабылдама. Қорқыныш емес, үміт жеңсін.